23 маусым мемлекеттік қызметшілердің кәсіби мерекесі. Салтанатты шара аясында жас мемлекетші қызметкерлер ант қабылдады. Мемлекеттік қызметті дамытуға елеулі үлес қосқандардың да еңбегі ескерусіз қалмады. Олар үздік мемлекеттік қызметші төс белгісімен марапатталды. Ал аймақтың әлеуметтік экономикалық даму жолында тер төккендерге құрмет грамотасы және алғыс жарияланды. Айта кетейік, бүгінде өңірде 2500-ге жуық адам мемлекеттік қызметте еңбек етеді. Оның 54,3%, яғни 1314 қызметкер әйел адам болса, 1107-сі ерлер. Мемлекеттік қызметкер болу деген бұл қоғамға қызмет ету. Яғни өзіңнің алған біліміңді, тәрбиеңді, біліктілігіңді ортақ мүддеге, елдің амандығы үшін, бір сөзбен айтқанда, елдің қарқынды оң бағытта даму үшін жұмсау. Ал оның ішінде қаншама тармақтары бар, қаншама тарам-тарам міндеттер бар. Әр департамент, әр басқарма, әр мемлекеттік орган өзіне жүктеген міндетті абыройлы, сапалы, уақытылы орындағандығына біздің алдымызға мемлекет басшысы қойған тапсырмалар, халықтың, қоғамның қойған тапсырмалары сапалы орындалып, біз тұрақты дамуды қамтамасыз етеміз. Бүгінгі мемлекеттік қызметшілер күніне орай мемлекеттік қызметке өтуіме байланысты ант қабылдадым. Негізі мемлекеттік қызметте аталған өзімнің бөлімімде 2021 жылдан бері қызмет атқарып келем. Осы ағымдағы жылдың наурыз айынан бастап мемлекеттік қызметке өтуіме байланысты бүгінгі мерекеге тұспа-тұс келуіне ант қабылдау. Және де бүгінгі мемлекеттік қызметшілер күнінде менен басқа тағы да әріптестерім ант қабылдады, және соларды мемлекеттік қызметке өтуіне байланысты, және де басқа да барлық мемлекеттік қызметшілерді бүгінгі мемлекеттік қызмет күнімен шын жүректен құттықтаймын.